Достар, қайырлы күн. Бүгін біз сіздерге Отбасы банкінің клиенттерге ұсынып отырған жаңа мүмкіндіктері жайлы айтатын боламыз. Менің материалым жарық көрді, мақалам Курсив KZ сайтына Отбасы банк зейнетақы жинағын пайдалану бойынша жаңа мүмкіндіктерді ұсынды деп аталады. Жалпы қазірге дейін азаматтардың арнайы шотына 112,3 миллиард теңгеден астам қаржы аударылыпты. Демек, бұл процесс, яғни бір жолғы зейнетақы төлемін алу процесі белсенді түрде жүріп жатыр деген сөз. Осы орайда банк клиенттерге бірқатар жаңа мүмкіндіктер ұсынып отыр. Оның біріншісі, егер бір жолғы зейнетақы төлемдері түскен болса да, мақсатты пайдалануды растайтын құжаттарды жүктегенге дейін туысқаныңыздың қаражатын өзіңіздің қаражатыңызға қоса аласыз. Мысалы, пәтер сатып алу немесе ипотекалық қарызды өтеу. Бұл мүмкіндік бір жолғы зейнетақы төлемдерін алғаннан кейін қымбатырақ баспана сатып алып шешімін қабылдаған клиенттер үшін ыңғайлы болмақ. Екінші мүмкіндік, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан қаражат түскеннен кейін де бір жолғы зейнетақы төлемдерін пайдалануға арналған өтінімді өзгерте аласыз. Мысалға, өтінімнің мақсатын өзгерте аласыз. Сіз бұған дейін егер баспана сатып алуға немесе жер телімін сатып алуға өтініш берген болсаңыз, енді сол өтінішіңізді өзгертіп, мен ипотекалық қарызымды өтеймін немесе оны емдеу мақсатына жұмсаймын деген сияқты өтінімнің мақсатын өзгертесіз. Үшінші мүмкіндік, егер сіздің бір жолғы зейнетақы төлеміңіз арнайы шотқа түсіп қойған болса, сіз ол өтінішті жоя аласыз. Яғни, бұл мүмкіндік сізге қажет емес болса, онда 45 күн күтпей бір жолғы зейнетақы төлемдерін БЖЗК-ға қайтара аласыз. Одан кейін NPF отбасы.kz платформасына кіріп өтініш тастау керектігі қазір барлығына белгілі. Енді сол платформаға жүктелетін құжаттарға қойылатын талаптар бар. Біріншіден, жүктелетін құжаттар тек PDF форматында және сапалы болуы керек. Одан кейін сіздің жүктеп жатқан файлыңыз үлкен болуы мүмкін, сондықтан файлдың толық жүктелгеніне көз жеткізуіңіз керек. Одан кейін құжаттарды жүктеу батырмасы көрінбей тұрса, демек өтінімді қабылдаушы банк таңдалмаған деген сөз. Тағы бір мәрте тексеріп көру керек. Төртіншісі, егер салынған құжаттар талаптарға сәйкес келмесе, банк өтінімді қайта өңдеуге, қайтаруға құқылы. Яғни сізге қайтып келуі мүмкін құжаттар. Сондықтан екінші мәрте талпынып көретін боласыз. Сіздің жіберген өтінішіңіз мақұлданған болса, онда сізге құттықтаймыз. БЗТ сіздің арнайы шотыңызға түсті. Құжаттарды npf@otbасы.kz жүктеңіз деген SMS мәтіні келуі тиіс. Сонымен қатар көпшілікті көп мазалайтын сұрақ, бұл Отбасы банкі мобильді қосымшасы арқылы арнайы шот бойынша үзінді көшірмені, яғни выписканы қалай алуға болады деген сұрақ. Ол үшін 7 қадамды орындау керек. Біріншісі, ЖССБ 24 интернет-банкингте, яғни Отбасы банкінің мобильді қосымшасында авторизациядан өтесіз. Одан кейін операциялар бөлімін таңдайсыз. Одан кейін анықтама алыңыз пернесін басасыз. Одан кейін шот бойынша көшірме пернесін басасыз. Сөйтіп, бір жолға зейнетақы төлемдері түскен шотты таңдайсыз. Әрі қарай кезеңді таңдайсыз. Мысалға 1 қаңтар немесе 1 қаңтар 1 ақпан аралығы деген сияқты. Одан кейін үзінді көшірмені выписканы телефонға немесе компьютеріңізге жүктеп аласыз. Құрметті достар, сіздер барлығыңыз, егер өздеріңіздің зейнетақы шоттарыңызда осы күнге дейін қаражат жиналғандығына сенімді болсаңыз, онда мінекей npf@otbасы.kz сайтына кіру арқылы бір жолғы зейнетақы төлемін пайдалану бойынша өтініш бере аласыз. Қолжетімді соманы қалай білуге болады? Ол үшін сіз мына жерге өзіңіздің туған күніңіз, айыңыз және жылыңызды жазып есептейсіз. Сізге шығарып береді. Сіздің жасыңыз 28-де, сіздің жеткілікті шегіңіз 2.330.000 теңге. Яғни 2.330.000 теңге шотыңызда жатуы тиіс. Сіз сол сомадан өзіңізге қажетті бір жолға зейнетақы төлемін таңдап ала аласыз. Рахмет достар, мінекей бүгінгі шығарылым осы мәселеге арналды. Барлық айтылған нұсқаулықтарды жадыңызда ұстап, тиімді жүзеге асырыңыздар дегіміз келеді, және каналға жазылыңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.